Мұғалімдердің уақытын есепке алу табелі құжаты ай сайын қалыптастырылады. Және педагогикалық құрам қызметкерлерінің жұмыс істеген уақытын автоматтандырылған түрде есептеу үшін қолданылады. Ол білім берудегі есепке алу бөлімінде құжаттар қойындысында орналасқан. Деректер ауқымында оки батырмасын басу арқылы тізім қосымша бетіне өтіп, бұрын жасалған барлық табелдерді көруге болады. Ал жаңа құжатты құру үшін жаңа жазба қосу командасы қолданылады. Толтыруды бастаймыз. Мекеме және атауы өрістері автомат түрде толтырылады. Әрі қарай төмен көрсеткіні басып, бөлімшені көрсетеміз. Мысалы, бет құрамы. Содан кейін құжаты номері мен күні енгізіледі. Сонымен қатар табель есептелетін ай мен жыл көрсетіледі. Одан кейін құжаттың кестелік бөлігін, яғни жүктеме қойындысын толтыруға көшеміз. Ол үшін құралдар тақтасындағы келесі батырмалар қарастырылған: жолды қосу, жолды жою және жолдарды тізіммен қосу. Мысал ретінде жолдарды тізіммен қосу батырмасын қолданамыз. Ашылған диалогтық терезеде таңдалған бөлімшенің барлық қызметкерлердің тізімі көрсетіледі. Мұнда қажетті мұғалімдерді белгілеуге болады. Барлығын таңдау және таңдауды алып тастау функциялары қолжетімді. Сондай-ақ қызметкерлерді қолмен таңдау мүмкіндігі бар. Таңдау дайын батырмасымен расталғаннан кейін жүктеме қосымша беті автомат түрде толтырылады. Және онда оқытушылар жұмыс істеген күндер мен сағаттардың саны көрсетіледі. Мұнда жұмыс істеген сағаттар көрсетіледі. Атап айтқанда, негізгі сағаттар мұғалімнің негізгі жүктемесі. Сонымен қатар, негізгі жүктемеге кіретін гимназиялық компонент сағаттары көрсетіледі. Бұдан бөлек әртүрлі қосымша төлемнің түрлері ескерілген сағаттарда бейнеленеді. Мысалы, лицей-гимназия сыныптарында оқыту үшін жекелеген пәндерді тереңдетіп оқыту және бейіндік бағыттағы педагогтар үшін. Мұндағы қосымша ақы базалық лауазымдық жалақының 20% құрайды. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқыту үшін базалық лауазымдық жалақының 30%. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс сағаттары және ерекше білім беру қажеттіліктері бойынша қосымша ақының пайызы. Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарындағы балалармен жұмыс істеу үшін базалық лауазымдық жалақының 30%. Сондай-ақ дәптерлерді тексеру сағаттары толық немесе 50% мөлшерінде көрсетіледі. Мұғалімдердің жүктеме сағаттары мектеп мұғалімдерінің жүктемесін бөлу туралы бұйрық құжатынан автомат түрде көшірілетінін ескеру қажет. Сынып жетекшілігі және кабинет қосымша беттері де тиісті бұйрықтар негізінде автомат түрде толтырылады. Егер автомат түрде толтыру орындалмаса, алдын ала кабинеттерді жүргізу туралы бұйрық және мектептегі сынып жетекшілігі туралы бұйрық құжаттарын ресімдеу қажет. Ауыстыру сағаттары жетіспейтін сағаттар қосымша бетінде мұғалімдердің ауыстыру сағаттары немесе жетіспейтін сағаттары туралы ақпарат енгізіледі. Мәліметтер жолды қосу командасы арқылы енгізіледі. Ары қарай ауыстыру сағаттарын өткізген немесе сағаттары жетіспейтін оқытушы көрсетіледі. Содан кейін кезең енгізіледі. Қажет болған жағдайда толық емес сынып 50% белгісін қоюға болады. Одан кейін тікелей сағаттардың өзі көрсетіледі. Оның ішінде жаңа бағдарлама бойынша оқыту, лицей-гимназия сыныптарында оқыту, бейіндік пәндер, сынып жетекшілігі, дәптерлерді тексеру және ерекше білім қажеттіліктерінің сағаттары. Тарту қосымша бетінде еңбек ақысы белгілі бір формула бойынша сағаттық төлеммен есептелетін тартылған қызметкерлер туралы ақпарат көрсетіледі. Әр қызметкер бойынша ақпаратты енгізу үшін мәтіндік мәзір шақырылып, жолды қосу командасы таңдалады. Осылайша егер белгілі бір тапсырмаларды орындауға тартылатын қызметкерлер болса, және қазіргі мұғалімдер белгілі бір формула бойынша сағаттық ақы төленетін жұмыс атқарса, онда олардың деректері мен сағаттардың саны осы қосымша бетте көрсетілуі қажет. Сонымен қатар, бірде мәндерді жаппай толтыру мүмкіндігі қарастырылған. Мысалы, бірнеше жол үшін бірде сағат санын көрсету қажет болса, мән бірінші жолға енгізіледі.
Судан кейін мән мәтіндік мәзір арқылы төменге толтыру командасы таңдалады. Осыдан кейін дәл осындай мән автомат түрде төмендегі барлық жолдарға көшіріледі. Бұл тәсілді құжаттың басқа өрістер үшін де қолдануға болады. Толтыру аяқтағаннан кейін оқу ысы меңгерушісінің тәбілдік номері көрсетіліп, құжат сақталады. Одан кейін құжатқа қол қою қажет. Себебі қол қойылмаған құжат кейінгі есептеуде ескерілмейді. Қажет болған жағдайда құралдар тақтасындағы есеп батырмасын басу арқылы мұғалімдердің уақытын есепке алу табелін жүктеп алып, басып шығаруға болады. Осы құжат жасалып, қол қойылғаннан кейін келесі қадам ретінде мұғалімдердің уақытын есепке алу табелін есептеуді дайындау болады. Ол жүйеде құралдар тақтасындағы байланысты құжаттар батырмасы арқылы мұғалімдерінің, колледж оқытушыларының уақытын есепке алу табелін есептеуді дайындау командасын таңдап жасауға болады.